Сәлеметсіздер ме достар, бүгінгі видеода Google презентацияны қалай жасауға болатыны туралы айтатын боламын. Google презентацияны таныстыру кезінде, мастер-класс көрсетілімі кезінде, қандай да бір тақырыпта толық мәнін келтіру үшін, нақтырақ түсіндіру үшін қолданамыз. Қызықты болса каналға тіркеліп, лайк басып, төменге пікір білдіріңіз. Олай болса, кірісейік. Google браузерді ашамыз. Google аккаунттың жанындағы 9 нүктені басамыз. Осы Google өнімдерінің ішіндегі презентация дегенді басамыз. Бірден айта кетейін, енді бұл Google презентацияның PowerPoint презентациядан айырмашылығы, біз PowerPoint презентациясын рабочий столымызға немесе новая папка, қандай да бір папканың ішіне сақтаймыз. Ал енді Google презентацияны біз олай папкаға сақтап отырмаймыз. Папкаға сақтап алуға да болады, бірақ негізінен оны осы Google дисктің ішінен табуымызға болады. Яғни ол бірден барып Google дисктің ішінде сақталады, ешқайда жоғалып кетпейді. Бірден осы Google дискті ашып жіберіп, жерден өзіңіздің жасаған слайдтарыңызды алуға болады. Google диск деген жерде сақталады. Бірден бар Google дискке өзі түседі. Қалай салам деп отырмайсыз. Бірден осы жерді ашып жіберіп, өзіңіздің слайдыңызды бірден тауып ала қоясыз. Мен жасаған слайдтарым осы жерге бірден келіп түсті. Енді ары қарай Google презентациядан ауытқымайық. Плюсті басамыз. Біз жаңадан презентация жасайтын болған соң плюсті басамыз. Енді бұл жердегі интерфейсін қарасаңыз, барлығы да кәдімгі PowerPoint презентациясындағы интерфейс сияқты бүкіл құралдары бар. Бір жақсы жері бұны демонстрациялап, осы жерден слайд-шоу жасауыңызға болады, немесе қандай да бір топқа осы жасаған презентациямды көрсетіп отырам десеңіз, открыть доступ деу арқылы, доступ беру арқылы көрсетуіңізге де болады. Міне мына жерде көріп тұрсаңыздай, терезе ашылды. Терезеде біз ақ фон көріп тұрмыз. Енді ол ақ фонды біз өзгерту үшін тема дегенге барып, тема таңдаймыз. Яғни өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты тема таңдап аласыз. Мысалға мен өсімдіктер деген, немесе жәндіктер деген тақырыпта алғым келіп тұр. Жаратылыстардың бағытына қарай. Өсімдіктер деп алсақ, мысалға қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктер деп алсақ, мына жерде. Маған бұл шаблондар өте қатты ұнайды, себебі ешқандай артық жері жоқ, өте әдемі көрінеді. Сондықтан осы шаблондарды үнемі пайдаланамын. Түстерін өзгертуіңізге болады. Жазуын, барлығын өзгертуге болады. Мысалы, мынаны алайын. Мына жерге тақырып жазамын. Өзгеріс енгізуге болады, барлық жеріне де. Мысалға өсімдіктер деп құрттым. Менде бүгін интернет өте жай жұмыс жасап тұр, сондықтан айналып жатыр. Неге осылай? Ары қарай
Нажрый подзаголовок дейді өсімдіктер. Қандай өсімдіктер? Мәдени өсімдіктер дейсіз ба астында? Мәдени өсімдіктер туралы дейсіз ба? Өзіңізге ыңғайлап аласыз. Және мына жерге өсімдіктердің суретін кірістіріп қоямын десеңіз, мына жерде загрузить с компьютера деген бар. Сол жерден таңдап отырып, өсімдіктердің суретін қоюыңызға болады. Төменде мысалы өсімдіктердің суретін осыны алайық, көбірек болса да. Қысқартып аламыз. Өзіңізге ыңғайлап аласыз осылай. Өсімдіктерде мысалы былай қойып, тақырыпты кішкене былай өзгертесіз. Енді әркім өзінің ыңғайына қарай осылай қояды. Тақырыпқа байланысты ыңғайлап аласыз. Осылай жасауға болады. Және мына жерде фигура кірістіруге болады, линия кірістіруге болады. Тағы да текстовый поле керек болса, мына жерден текстік поле алуға болады. Фонын өзгертуге болады. Мысалы, мына фон ұнамай тұр десеңіз, фонды басқа түске өзгертуге болады. Готово деп өзгертуге болады. Немесе мына фонды өзгертуге болады. Фонды макетті түрлі өзгерістер енгізуге болады. Мысалы, восстановить исходный фон, қайтадан восстановить етуге болады. Применить ко всем, барлық слайдқа да осы түсті қолдануға болады. Жарайды, тұра берсін. Енді ары қарай файл деген жерде открыть дегенді басып файл ашуға болады. Осы жерден файлдың ішінен, дисктің ішінен, немесе доступные мне, помеченные деген сияқты осы жерлерден де файлдар ашуға болады. Загрузкиден алып файл кірістіруге де болады. Немесе принтерден шығару, печать етіп шығаруға болады. Егер де дұрыс емес болған жағдайда бір нәрсеңіз қайтадан отменить дегенге баруға болады. Көптеген мүмкіндіктер бар. Жазудың шрифтін өзгертуге болады. Жазудың стилін өзгертуге болады. Мысалға, мынадаймен жазам десеңіз, пол жирныймен мысалға, слайды өзгертуімізге болады. Көптеген мүмкіндіктер бар. Инструменты, осындай өзгерістер енгізуге болады. Слайд, новый слайд, слайд, изменить фон, фон өзгертуге болады жаңағыдай. Көптеген мүмкіндіктер бар бұл жерде. Ставка. Ставканың ішінде аудио көрсетуімізге болады, видео көрсетуімізге болады. Тақырыпты былай word артпен жазам десеңіз, осылай өзгертуге болады. Анимация көрсетуімізге болады. Өзіңіз ыңғайлап. Соңынан анимациясын өзгертем десеңіз, анимацияны без перехода. Переход жасауға болады. Слайд бетіне. Шылчық мысалға, шылчық жасап отырып, жаңағы анимацияларды өзгертем деуімізге болады. Добавить анимацию дейсіз, мысалға,
анимация қосамын десеңіз, осылай анимация енгізуге болады. Медленный, средний, быстрый, осылай енгізуге болады. Без перехода деуге болады. Переход на плей деуге болады мысалға. И осылай воспроизвести. Осылай көрсетемін десеңіз, осылай көрсетуге де болады. Және слайд-шоу жасауға болады. Слайд-шоу жасалады. Яғни сіз экранды демонстрациялаған кезде сол слайд-шоуны көрсетуіңізге де болады. Ары қарай келесі бетте осылай көрсетуге болады. Бір маған ұнайтын жері бұл жерде егерде аяқтасаңыз закончить слайд-шоу деуге болады. Жаңағы кірістірген видео, аудиоңызды воспроизвести, яғни қосуыңызға да болады. Осындай көптеген мүмкіндіктері бар. Тез клавиштер, быстрый клавиші, печатать етіп алуға болады. Осы слайдыңызды скачать етіп алуға болады. Жаңағы PowerPoint сияқты етіп, немесе PDF ретінде, немесе PowerPoint ретінде скачать етіп алуыңызға болады, жүктеп алуыңызға болады. Енді бір ұнайтын жері маған лазерный указкасы бар. Көрсетіп отырасыз мына жерден. Тақырыбымыз мынау деп. Мәдениет өсімдіктер туралы немесе ағыл қойыпты. Осылай жасауымызға болады. Закончить слайд-шоу дегенді басамыз мысалға. Осылай жасауға да болады. Енді слайд-шоу жасауды көрсеттік. Енді настройки доступқа келетін болсақ, мысалға сіз осы менің берілген өзімнің презентациямды көрсеткім келеді десеңіз, ендеше сіз доступ беруіңізге болады. Мысалға осылай онлайн отырып доступ жасауыңызға болады. Группаларға таратуыңызға болады. Мысалға өзіңіздің оқушылармен жұмыс жасап отырасыз ба, сол оқушылардың тобына жіберуге болады. Доступ ограничен деген жерде, ол жерде сіз все, у кого есть ссылка дейсіз, өзгертесіз осы жерде. Сосын осы сілтемеңізді көшіріп аласыз, копировать ссылку деп. Сосын жаңағы мессенджерлер арқылы жаңағы топтарға таратасыз, көшіріп алған сілтемеңізді таратқан кезде готовы дейсіз. Таратқан кезде ол кісілер сіздің презентацияңызды тамашалай алады. Мен осындай мүмкіндіктері бар. Бүгінгі енді видеода біз Google презентациямен жұмыс жасау және оны құру туралы айтқан болатынбыз. Келесі жолы 3D кітапша жасау туралы айтатын боламын. Егерде видео ұнаса, келесі шығатын видео қызықтырса, олай болса каналыма тіркеліп, жаңадан шыққан видео туралы хабарламаны жіберуіңіз үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Күніңіз сәтті өтсін, сау болыңыз.